Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай әдемі фермуарлы сумочканы қалай тігу керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін алдын ала осындай вышивкамен ою тігіп алған болатынмын. Ол туралы шортсқа да видео салғам. Әдемі осы оюды қазір сумочкамның бетіне орнататын боламын. Маған керек заттар фермуар, бұл темір ұстағыш, кез келген тігін фурнитурасын сататын дүкендерде болады. Өлшемін алып сызып алдым. Және осы темірдің размерін 15 сантиметр болды менде өлшегенде. Сол 15 сантиметрді қиғаштау етіп, тағы да жанына түсірдім. Оңға қарай 4 сантиметр сыздым да, жаңағы 15 сантиметрмен екеуін қостым. Төмен қарай 22 сантиметр алдым. Жанына қарай 16 сантиметр. Енді жоғарыдағы 4 сантиметр белгілеген нүктемен 16 сантиметрдің сызық нүктесін қосамыз. 16 сантиметрдің жанынан 5 сантиметр, жоғары қарай 5 сантиметр төртбұрыш сызық сызып аламыз. Ол бізге қажет болмайды, қиып тастаймыз. Қағаз үлгі дайын болды. Айналдырып қиып шығамыз. Енді матамызды екіге бүктеп, үстіне лекаланы қойып, шетінен 0,5 сантиметр қалдырып, қиып шығамыз. Бұл матамыз бізде екеу болады. Артқы беті және алдыңғы беті. Сумкамыз кішкене қалыңдау әрі қаттылау болып тұру керек. Сол үшін мен барқыт матасының өлшемімен бірдей етіп, дублерин алдым, өлшемімен сай етіп қидым видеодағыдай, және оны үтікке жақсылап басып, жабыстырып, үтіктеп шықтым. Себебі біздің матамыз жұқа болады, құр өзімен істесек. Сол себепті міндетті түрде қандай матадан тіксеңіз де дублерин жабыстырып алу керек. Жабыстырып алғаннан кейін, осылай шетінде кейбір жерлерінде артық шығып тұрған қалдықтарын қиып алып тастаймыз. Енді қағаз үлгіде бізде 15 сантиметр деген белгі бар еді бағана. Соны матаға 15 сантиметрді белгілеп қойдым, төрт жағынан да. Біз сол жерге дейін ғана тігетін боламыз. Енді ішіне керек астарды да дәл сол размермен қиып дайындап алдым. Ары қарай енді тігуге кірісеміз. Ең бірінші өзінің основной матаны беттестіріп тігіп алдым. Дублерин жабысқан мата. Екі жанын, табанын. Біріншімен табанын тіктім, одан кейін белгілеген жерден бастап төмен қарай жанындағы тігісті тігіп шықтым. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Менің видеомды қолдап, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып жүріңіздер. Алда өте жақсы видеолар саламын. Міндетті түрде үзбей қарап жүріңіздер. Енді сумканың табанын екі жанын 5-5 сантиметрден қиылған жеріміз бар еді ғой, сол жерді біріктіріп тігетін болам. Осымен сумкамыздың сыртқы барқыт бөлігі дайын. Оны тігістерін ашып, жатқызып үтіктеп аламын үтікке. Міне барлығын үтіктеп дайындап алдым. Енді осы сумканың табанына қатты болып тұру үшін, тегіс болып тұру үшін, мен қатты қалың картон қағазынан қиып алдым, табанының өлшемімен бірдей етіп. Оны табанына салдым, жақсылап
ұшын шығарып, картон өте қатты болу керек. Мен аяқ киімнің коробкасының сыртынан кесіп алдым. Енді астар матамызды дәл солай қайталап тігіп шығамыз. Астарым да дайын болды. Астарды жақсылап, оның да тігістерін ашып үтіктеп алдым. Енді негізгі сумкамыздың ішіне салып, айналдырып, жауып тігіп шығамын. Ол үшін ең бірінші екі жандағы тігіс, міне, ашық тұрған жері бар. Сол жерге жай осылай қайшымен кішкене қиып қоямыз, рассечка беріп. Сонда оңай тігілетін болады. Ине қадап аламын екі жанына бірдей, және машинкамен айналдырып тігіп шығамын. Негізі фермуар ручкалардың түрі болады, түсіне дейін әртүрлі болады. Күміс түстес болады, алтын түстес болады, ағаш түрлері болады. Оны сатылып тұратын дүкендерден қарап, кез келген өзіңізге ұнағанын таңдап сатып алсаңыз болады, және оның размерлерде әртүрлі болады. Кішкентай жасауға, үлкен жасауға, орташа, қандай размер керек, солай таңдап алсаңыз болады. Енді сумка дайын болды, оны осы фермуарға қондырып тігіп жатырмын. Фермуар темірдің арасы кішкене ашық болады. Сол ашық жерге матаны бірдей етіп, жан-жағын есептеп отырып, бір жағына көп кетіп қалмасын, аз кетіп қалмасын, расчет жасайсыз. Екі бұрышын бірінші инемен іліп қадап қойсаңыз болады. Сонымен фермуардың ішіне матаны кіргізіп отырып, видеодағыдай тігесіз, тігіп шығу керек, айналдырып. Ең соңғы этабына келдік сумкамыздың. Көп уақытыңызды алмайды. 1-2 сағатта дайын сумка ұстап бара аласыз қонаққа, тойға, жиындарға. Зато ерекше боласыз, тек өзіңізде ғана болады. Өзіңіздің киіміңі үлгіңізге сай, матасын киіміңіздің түсіне үйлестіріп, тігіп алып, ұстап жүрсеңіз қандай күшті болады. Жасап көріңіз. Фермуарды тігіп болдым, айналдырып, енді оюды орналастырамын. Қолмен ине жіппен іліп тігіп шығамын. Фермуар тіккенде ішінде жіптер көрініп қалды, сол себепті мен алтын түстес тесьма тігіп шықтым. Міне сумка дайын болды. Өте ерекше, әдемі, түсі де қандай әдемі, өзіме қатты ұнады. Ою да сәйкес келіп, өзін ашып тұр сумканың. Өзімнің инстаграм парақшамның атауымен белгіленген биркамды іліп, Алтынай Жұмаханқызы деген бирканы іліп, клиентіме жолдадым. Сенімнен шығады, көңілінен шығады, ұнайды деген үміттемін. Сіздерге де видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, үлкен рахмет, алғысымды айтамын. Лайк басып кетіңіздер. Қандай видеолар салғанымды қалайсыздар, бөлісіп айта отырыңыздар.